Барлық ағзалар, тіпті ең кішкентайлардың өздері, жасушалардан тұрады. Парамеция, бактерия, ашытқы сияқтылары тек бір ғана жасушадан тұрады. Ал адам немесе ағаш сияқты ағзалар көптеген жасушалардан тұрады. Тіршілік әрекетінің барлығы жасушаларда өтіп жатады. Әрбір жасуша қоректенеді. Тыныс алады. Өседі. Қартаяды. Және өледі. Ағза қандай қызмет атқарса, жасушалар да сондай қызмет атқарады. Алайда олар ағзада әртүрлі қызмет атқарады. Сондықтан да құрылысы мен пішіні жағынан ерекшеленеді. Кейбір жасушалардың пішіні ұзынша, кейбіреуі домалақ, ал кейбіреулері жан-жаққа тармақталған болып келеді. Кейбіреулерінің үстінде кірпікшелері, ал кейбіреулерінің талшықтары болады. Жасушалардың ішінде онда өтетін үдерістерге жауапты орталықтар бар. Онда барлық тіршілік әрекеттерін бақылайтын негізгі басқару орталығы, тағамнан энергия алатын, заттардың сақталуы мен өндірілуін жүзеге асыратын энергетикалық орталық, заттарды тасымалдау орталығы, қажет емес және зиянды заттарды жою орталығы болады. Жасушаны қаптап тұратын қабықша оны қорғап тұрады, және оған тек белгілі заттардың ғана өтуіне мүмкіндік береді.